бағдаршамалардың негізінде 8 қосымшасы 3 болып бөлінеді. Атқаратын қызметтерін айтып өтетін болсақ, енді бізде burada 11 бағдаршамның түрі болады. Және де бұл кіру бағдаршамы, шығу бағдаршамы, маршруттық бағдаршам, өтпелі бағдаршам және қоршау бағдаршамы. Бөгегіш бағдаршам, ескерту бағдаршамы, қайталау бағдаршам және де локомотив бағдаршам болып бөлінеді. Маневрлық және де дөңестік бағдаршам. Енді бұлардың біз бағдаршамдарға кірмей тұрып, осы бағдаршамдарды кім ашқанын, қай жылы ашылғаны туралы білеміз ба? Қызық болсын. Бір сұрақ сіздерге. Әлемдегі тұңғыш бағдаршамды ашқан адамды білетін жан бар ма арамызда, студенттерден? Жарайды, өзім айта кетейін. Ұлыбританиялық Джейн Найт деген өнертапқыш ашқан. Ең бірінші ашылған бағдаршам бұл бізде сәтсіздікке ұшыраған, себебі ол қолмен басқарып отыратын болған. Сол себептен де бағдаршамды ауыстырылған сәтте бағдаршам жарылған. Сол кезде соны басқарып отырған полиция қызметкері жарақат алғандықтан, бұны қауіпті деп санағандықтан, бұны бағдаршамды істен алып тастайды. Сөйтеді да 50 жылдан кейін ғана бұны 20 жылдан кейін 1910 жылы Чикагоның Эрнстен деген өнертапқыш ғалымы бағдаршамды қайтадан ойлап табады. Және де бұл жерде уже қызыл және де жасыл түстерді ойлап табады. Енді 3 түсті бағдаршамды бізге керу тарихы 1912 жылы болған. Бұл Америка штаттарында пайдаланған. Лестер Вайлен деген кісі ойлап тапқан екен. Нью-Йорк және де Мичиган штатында ең бірінші рет қондырылған бұл бағдаршамдарды. Сонымен қатар енді біздің елімізге қашан келді деген сұрақ болады ғой. Біздің елімізге бұл екінші дүниежүзілік соғысында кейін барып келген. 3 түрлі бағдаршам сонан кейін барып бізде пайдаланылған екен. Енді өзіміздің 11 бағдаршамымызға келіп тоқтайтын болсақ, ол деп ойлаймын сіздерге бұл мәлімет. Кіреберіс бағдаршам бізде пойыздардың перегоннан станцияға кіруіне рұқсат етеді, немесе етпейді. Енді шығу бағдаршамы бұған қарама қарсы пойыздардың станцияға перегоннан шығуына рұқсат етеді, немесе етпейді. Маршруттық бағдаршам пойыздардың станцияға бір районнан екіншіге өткізуге рұқсат етеді, немесе етпейді. Төртінші ескерту бағдаршамдардың негізгі кіреберіс өтпелерде бөгеу, қоршау бағдаршамдардың көрсетілімін қайталап отырады. Қоршау бағдаршамында бұл белгілі жағдай бізде темір жолдардың деңгейінде басқа бір темір жолдар, трамвай жолдары болсын, троллейбус желілерінде, қиып өтетін жерлерде орналастырылған. Бөгегіш бағдаршамы ірі жасанды ғимараттардың жөнінде темір жолдар өткелдерінде пойыз қозғалысын қауіп төнген жағдайда тоқтауға талап етеді. Бөгегіш бағдаршамдарымыз. Өтпелі бағдаршамдар. Бұл жерде пойыздың бір блок учаскеден екінші блок учаскеге өтуге рұқсат етеді, немесе етпейді. Қайталау бағдаршамында бұл жерде шыға беріс маршрутқа және де дөңестік бағдаршамдарда көрсетілімін қайталайды. Енді локомотив бағдаршам бұл жерде біздің пойыздардың перегоннан бір блок учаскеден екіншісіне өтуге рұқсат етеді, немесе етпейді. Және жол бағдаршамдардың көрсетілімін ескертіп қайталап отырады екенбіз. Маневрлық бағдаршам. Маневрлық бағдаршам уақытында маневр қозғалысы жүргізуге рұқсат етеді, немесе етпейді. Дөңестік бағдаршам бізде вагондарды төбешіктерден жіберуге рұқсат етеді, немесе етпейді. Дөңес дегеніміз сұрыптау станцияларында қондырылатын бағдаршамның түрі. Енді сіздерге қысқаша видео болса, сіздерге арнайы билет дайындалған. Сол билетті алу арқылы жауап беріп өтсек. Кім жауап береді? Алдында билет бар, бір-бірден кеп шығып тұрмайтын жауабыңыз, бір-бірден жауап беріп кетсеңіздер болады. Кез келген билетті алыңыз. Белгілердің бір-бірінен қандай айырмашылықтары бар? Индукциялы және
Elektromagnetik болып bölінеді. Екіге бөлінеді, дұрыс. Аха. Тағы да кім жауап береді? Әсел? Релелердің қандай түрлері бар дейді? Екі түрі бар. Төменгі топша және бірінші топша. Аха, төменгі және де бірінші класслық бөлінеді. Тағы да кім? Кім жауап бере алады? Үй жұмысы. Аха. Бір-бірімен байланып тұратын. Аха. Аха. Және де электр жылуына байланысты не істейді? Тұйықтауын және де қызып кетпеуін қамтамасыз етіп тұрады, иә? Жарайды. Кішкене байламақ сұраққа. Келесі, кім бар арасында? Асқар. Бізге келе қойыңыз. Релелердің контактты жүйесінің белгіленуі NM5 литература габариты шектеулі. NMШ. Литература габариты аз қосқышты. Степендік және тағы басқа. Тағы жауап беретін адамдар бар ма? Релелердің түрлері сулар, иә? Қандай суға белгілеу. Яғни сіз қазір бізге релелердің суларын сызып бересіз, иә? Бағдаршам мақсаты. Бағдаршам мақсаты бойынша бағдаршамнан 11 түрі бар. Оның 5-сі қызмет етеді. Бірінші маршруттық, локомотив, бөгегіш, маневр, қоршау, кіру, шығу, бөгестік, қайталағыш, есептеледі және де өткізіледі. Бөгегіш ірі жасанды аппараттарда жолды қоршауға рұқсат береді, немесе тыйым салады. Өтпеге бір блок теміріне екінші блок теміріне рұқсат береді, өтуге рұқсат береді, немесе тыйым салады. Қайталанып бара жатқан бұл көрініп өткен жағдайда алдағы жол бағдаршамның көрсетуін қайталау болады. Маневрлық жасауға рұқсат береді, немесе тыйым салады. Дөңестер жолдарды тақтауға тыйым салады, немесе рұқсат береді. Кіру бағдаршамы аралық станцияға кіруге рұқсат береді, немесе тыйым салады. Шығу станцияның аралыққа шығуға немесе кіруге тыйым салады. Жақсы, жарайды. Жалпы барлығымыз атсалыстық, Нұрасылда басқасы, Нұрасылға мен бөлек өзіне бір сұрақ берсем деймін. Ал ес үстеміз не ол қысқартылған? Соны толығымен айтып берсең, мына бір сіздер сізге. Араласып тұрайық. Ал ес Кіру бағдаршамы дегеніміз станцияға кіруге рұқсат беріп, немесе тыйым салынады. Шығу бағдаршамы орынға қараса шығуға рұқсат береді, немесе тыйым салынады.
бермейді, ол керек рұқсат береді, бағандар дөңестен тастауға рұқсат береді немесе тыйым салады. Так, одан кейінгі маршруттық бір ауданнан екінші ауданға өтуге рұқсат береді немесе тыйым салады. Қоршау, троллейбус және трамвай желілері қиылысқан жерлерді қоршап тұрады. Одан кейін ескертпелер. Алдағы бағдаршам бағдаршамдардың кезінде қолданылады. Шығу бағдаршамының шақыру сигналдары бойынша жөнелтілген автоматты бұғаттаумен жабдықталған дұрыс темір жолдарда ғана рұқсат етіледі. Жалпы пайдалану темір жолдардың сигнал беру құрылғылары қайта жаңартуға дейінгі кіреберіс бағдаршамдарын бір айлық ақ сөндірілмейтін шамы бар шақыру сигналдарын пайдалануға рұқсат етеді. Бұл бізде ТКН-нің 7-ші қосымшасында 18-ші тармақшасында көрсетіліп қойылған. Келесі, бұл жерде бізде бағдаршамның шығу, яғни бағдаршамның жөнелту пойыздарында орнатылады. Бағдаршамдардың орналасу орны бұл. Пойызға, вокзалға шығуға рұқсат етеді және де төмендетілген жылдамдықпен пойызға бағыттама бойынша ауытқиды. Яғни бағыттама бұрмалары арқылы жүріп өтуге келесі бағдаршам ашық деген мағынаны білдіреді. Жылдамдықпен жүруге рұқсат етеді. Пойыз бағыттама бұрмадан ауытқи отырып жүреді. Келесі бағдаршам жабық тұрады бізде. Қызыл, жасыл және сары бағдаршам бар. Қайсына тоқтайды, сол тоқтаған сұраққа сіздер жауап берулеріңіз керек. Басасыз, басылы. Қандай түс белгісінде сигналдарға жүр? және де қауіпті аймақты жағдайларда. Қауіпті аймақты жағдайларда, иә? Келесі адам. Қарапламаймыз. Шығу, бөгегіш және ескертпелер бағдаршам. Емес па? Оның жоғарғысы тоқтайтын бұл қандай белгі? Жаңа айтып өттік. Екі сары, екі жасыл. Азайтылған жылдамдықпен жүру және де келесі бағдаршам ашық деген белгіні білдіреді. Өтуге рұқсат берілген бағдаршамның көрсеткіші туралы ескертуге тіркемелі бағдаршамның анықтамасы қандай? Кішкене ойлануға мүмкіндік берейік, сол кезде үш тұрамыз. Қоршауға бір бөлмелі өтеді. Темір жол желісінде троллейбустың трамвай желісінде орналасқан желіні айтамыз. Троллейбус желілерінің жол сетінің өтетін учаскелер жасалады. Шықпайым деген болмайды. Ол бәрі шам ол. Қайсысын тоқтатайын? Тоқтайын ба? Аха. Бағдаршамдарда қандай сигналдар? Бағдаршамдарда қандай сигналдар? Жауап беруге мүмкіндік берсейді жылдан. Ауып жапсай. Жасыл, сары, айғақ, айлы-көк. Дұрыс емес, екі жаққа да беру. Қызылға тоқтады. Окей. Пойызға бір бұл учаскеден екіншісіне. Тынышталамыз. Жауап береді, кішкене ойлануға мүмкіндік беріңдер. Маршруттық? Жоқ. Мемлекет бәрін айтып шығамыз ба кезінде? Біреуін айтайық тұрған. Дәңгі. Айдай-ақ бағдаршамның түсінгенін білдіреді. Маневр жұмысын жасауға рұқсат береді, не істейсің? Берсеңіз шапайын.
рұқсат береді. Қалған учаскелерде өтуге бағдаршамдардың бір қалыпты жанбайтын сигналдық оттарының қызметі қандай? Бір қалыпты оттары. Біліп өтіңдер, автобұғаттаумен жабдықталған учаскелерде өту бағдаршамдарының бір қалыпты жанбайтын сигналдары оттары жылжымалы құрамның блок учаскелерінде кезінде жанады және жылжымалы құрам блок учаскелерінде шыққаннан кейінгі сөнеді. Жанбайтын сигналдық оттың қызметі Жанамыз ба? Сөздер ауысқан. Қызметі қандай шықты? Жанбайтын қызметтері қандай бар? Тезектек. Бағдаршам жасыл жанғаннан кейін ол келесі бағдаршамға кірген кезде ол бағдаршам қызыл жанар өткеннен кейін жасыл жанар келесі бағдаршам өткізіп отырады локомотив. Әрқайсысына мысалы бағдаршамның өзін мысалы 11 бағдаршамның түрі бар ғой, соны салуымыз керек сөздер тауып, дөңес, маневр, локомотив, әрқайсының өзіне тиісті термин сөздер бар. Бұл бізде ойын білім қоржыны дейді. Яғни сіздер дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерге ұпай беріледі. Орналастыру дейді. Таңдама, Точно болмaz. Береміз, алып қала береміз. Аяқтан да келе берейік. Қай жақтан алып? Қандай түс алсын? Айтпаймыз. Жоқ, барамыз. Тұрамыз. Қандай сөз еді? Локомотив құрылысы. Итеріп жіберу ма? Я итеріп жіберу сұрыптау. Соны көрдім. Жарайды? Әсерді өз көзімен көрдім. Мысалы, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Түсінікті болды. Не түсіндіңіздер? Соны жазып өтсеңіздер, жасылға жасыл, бағдаршамды ғой, қызыл түсіне қызыл жазып өтсек. Екінші мен түсінемін, бірақ барлығына емес. Қызыл бізде мен құраққа тіреді. Сары түсінбедің ба, сарыға жатырасың. Жасыл түсіндің ба, жасылға жатырасың. Сары бұл жерде расыл. Мен түсіндім. Болды қоя, не түсінбедің? Сарыға алып кетті. Ал? Қандай айтты? 20-ма? 1, 2. Екі жақ санайық. Al koyuyorsun mu? Тобы жеңді. Енді бағалап өтетін болсақ, арамызда бізде жақсы сабаққа қатысып отқан Самат, Құрбан, Ердәулет, Айдос бізде жоғары балл алады. Сізге ынталандыру есебінде 75 балл қойылым кеп отыр. Қалғандарыңызға өте жақсы деген баға 95 балл қойылым кеп отыр. Бағдаршаның тақырыбына толық мәліметтер жинау, іздену және де
одан да рұқсат, мен жаңа айтып кеттім ғой, бағдаршамның қай жылы шыққанын. Сол туралы қызықты мағлұматтар жинап алып келіп бір-бірімізбен бөліссек деген ойдамын. Жарайды ма? Тапсырмасын. Бағдаршамдардың жазып алайық. Бағдаршамдар туралы қол іздену ашық және оны төмендетілген жылдамдықпен өтуге талап етеді. Екі сары шам және де екі жасыл жарық жолағы бар. Бұл пойызға темір жол вокзалына 60 км/сағаттан аспайтын жылдамдықпен жанама жолмен жүріп өтуге және де дайын болған тоқтауға дайындықпен жүруге рұқсат етеді. Керек болған жағдайда келесі бағдаршам жабық деген мағынаны білдіреді. Енді үш сары шам бар бағдаршамдарды қолдану және қадағалап алу. Бұл темір жолдағы техникалық пайдалану ережесінде көрсетілген. Үш сары шам деп отырғанымыз меніңіз айтып өтетін болсақ, бөлек темір жолда станцияда екі көп немесе пойыздарды орнату үшін жеткілікті темір жол ұзындықтары блоктау бағдаршамдары және темір жолының осы пойыздарға қабылдауға болатын екі учаскелік бөлуге рұқсат етеді. Және көп құрамды пойыз темір жолдарда қабылдау темір жолында бөлінетін бағдаршамдардың арттырғанда учаскелік алып жатқанда екінші көп толықты пойыздары арнайы сигнал бойынша бағдаршамдар жұмыс жасап тұрады. Кішкене жазылсақ болады осыны дәптерімізге. Керек жерді жазыламыз, осы жерде қалғанын айтар береміз. Видеоны мен қосып қоя салайын, тыңдап отырайық. Ат салсақ жігіттер.